Сәлеметсіздер ме оқушылар? 3-90 бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Бірінші есеп тапсырмасы үшбұрыштың А және Б қабырғалары мен олардың арасындағы альфа бұрышы берілген үшбұрыштың үшінші қабырғасын табыңдар. Мұндағы А бізде 2 төбірасты 2 см, Б 3 см, альфа бұрышы 45 градус. А қабырғасы және Б қабырғасы белгілі және арасындағы бұрыш белгілі болса, үшінші қабырғасын табу үшін косинустар теоремасын қолданамыз. С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат минус 2АБ көбейтілген косинус альфа. Негізі мұнда бізде косинус гамма болу керек. Енді А бізде 2 төбірасты 2-ге тең. Б бізде 3-ге тең. Минус 2 көбейтілген 2 төбірасты 2. Көбейтеміз 3-ті. Көбейтеміз косинус 45 градусты. Мұнда бізде квадраты 4, көбейтеміз 2-ге 8 болады. Қосамыз 9-ды. Минус, мұнда бізде на 2 көбейтіліп 6 төбірасты 2 болады. Көбейтеміз, мұндағы 2-ні көбейтеміз, косинустың 45 градустағы мәні төбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Мұнда на 2 қысқарады. Мұнда бізде на 2 17 болады. Төбірасты 2 мен төбірасты 2 көбейтіліп 2 болады, мұндағы 6-ға көбейтіліп 12 болады. Азайтылып 5 см квадрат болады. Бізде с-ның квадраты 5 см квадратқа тең, ал с-ның өзі мұндағы квадраттан құтылу үшін мына өрнекті төберге аламыз. Сонда тең болады екен төбірасты 5 см-ге. Келесі екінші есепте Б 5 см, альфа 80 градус, бета 40 градус болатын үшбұрыштың белгісіз өлшемдерін табыңыз. Үшбұрыштың бір қабырғасы мен екі бұрышы берілген, бізге табу керек екі қабырғасы мен бір бұрышын. Енді бір бұрышын табу үшін жалпы кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. 180-нен азайтамыз, альфа мен бетаны қосып, сонда үшінші бұрышы тең болады екен 60 градусқа. Енді мұндағы бізде А қабырғасы тең болады Б-ға, Б қабырғасы тең болады А-ға, С қабырғасы тең болады А-ға. Альфа бұрышы тең болады А бұрышына, бета бұрышы тең болады Б бұрышына, ал гамма бұрышы тең болады С бұрышына. Үшбұрыштың белгісіз элементтерін табу үшін синустар теоремасын қолданамыз. Кез келген үшбұрыштың қабырғалары оған қарсы шыққан бұрыштың синусына тура пропорционал. Мінекей мына формуланы қолданамыз. Мұнда бізде А-ның, А қабырғасының синус Б бұрышына қатынасы тең болады Б-ның синус А бұрышына қатынасына. А-сы бізде 5-ке тең, Б бұрышы 40 градусқа тең, Б-ның өзін жазамыз да А бұрышы 80 градусқа тең. Енді синустың 40 градустағы мәні 0,164 болады, ал 80 градустағы мәні 0,197 болады. Енді мұндағы Б-ны табу үшін екеуін көбейтіп 0,164-ке бөлеміз. Сонда тең болады екен 7,6-ға. Б-ны тапқан секілді мұндағы синустар теоремасын қолданып А-ны табамыз. Сонда А-б бізде тең болады екен 6,8 см-ге. Сонда Б-сы қабырғасы 7,6 см болды, ал А-б қабырғасы 6,8 см. Үшінші есепте тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 13 см, ал табаны 10 см-ге тең. Осы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиусын табыңыз. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін мінекей мына радиусы табамыз, оны табу үшін үшбұрыштың ауданын бөлеміз жарты периметріне. Енді
Жарты периметр табу үшін үшбұрыштың барлық қабырғаларын қосамыз да 2-ге бөлеміз. АБ, БС, асыны қосамыз және бөлеміз 2-ге. Он үш қосамыз 13-ті, қосамыз 10-ды. 26, 36 2-ге бөлсек тең болады 18-ге. Енді аудан табу үшін Герон формуласын қолданамыз. Жарты периметрі П азайтылған АБ, жарты периметр азайтылған БС, жарты периметр азайтылған асы және түбірге аламыз. 18 азайтылған АБ бізде 13-ке тең. 18 азайтылған 13 және 18 азайтылған 10. Мұнда бізде 18 көбейту 5, көбейту 5, көбейту 8. Сонда 18-ге көбейтеміз 5-ті 90 болады, оған көбейтеміз 5-ті 450 болады, оған көбейтеміз 8-ді 3600 болады. 3600 бізде түбірінің астынан 60 болып шығады. Оқушылар, мұнда мен сантиметр квадрат деп алайын. Радиусты тапсақ болады. 60-ты бөлеміз 18-ге. Екеуі де 6 деген санға бөлінеді. Сонда 3-тен 10 болды. 10-ның ішінде 3-тен 3-еу бар. Қалдық 1 болады. Мінекей. 3-те сызылған шеңбердің радиусы осы мәнге тең екен. Енді сырттай сызылған шеңбердің радиусын табайық. Ол үшін барлық қабырғаларын көбейтеміз. Бөлеміз 4 еселенген ауданға. 13 көбейтеміз 13, көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 4 көбейтілген 60-ға. Өлшем бірлігін сантиметр деп алайын. Мұнда бізде 2-0 қысат жібере салайық. Мұнда бізде 169, оны бөлеміз 24-ге. 169-ның ішінде 24-тен 7-еу бар. 24-тің өзі жазылады, қалдық 1 болады. Сонда жауабы 3,3 сантиметр және 7,24 сантиметр. Төртінші есеп, егер шеңбердің АБ және СД хордалары ішкі Е нүктесінде қиылысып, АД 40 градус және БС 30 градус болса, онда БЕС бұрышын табыңыз. БЕС бұрышы тең болады 2-ден 1 көбейтілген АД қосылған БС-ға. АД бізде 40-ға тең, ал БС 30-ға тең. Екеуін қосып 2-ден 1-ге көбейтетін болсақ, сонда тең болады екен 35 градусқа. Соңғы есеп, суреттегі альфа бұрышын табыңыз. Мұндағы мына бұрышты табуымыз керек. Мұнда бізде шеңбердегі доғалары теңдей етіп 3 бөлікке бөлінген.
Альфаны табу үшін 360-ты бөлеміз 3-ке. Жаңағы теңдеу 3 бөлікке бөлінген ғой. Бөлеміз 2-ге. Доғаның жартысына тең. Сонда 120-ны бөлеміз 2-ге. Альфа бұрышы тең болады екен 60 градусқа.